жалпы отношениеде болған қыздарыңмен осылай өмір жырың бітпей созылып жүре бере ма сонда? Ескі таныстығың есіңе түсті ме? Менің енді расымен ішімде бір көп сұрақ қалып қалды жауапсыз. Қыздың жан айқайы деп ойлаймын. Екеуіңе болашақ бұйыра ма? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және ортамызда 7 маусымның жаңа қатысушысы еңлік келген болатын. Еңлікпен танысып жатырмыз, сұрақтар қойылып жатыр. Оған дейін сіздер белгіні жазып алыңыздар. Белгі Аланның қолында. Алан. Таза ниет. Еңлік саған мен сияқты таза ниетті жігіттер жолықсын. Сіз сияқты бір емес екі рет сөз салатын деңізші, айтқанынан қайтпайтын дейсіз. Сол айтқаннан қайтпайтын жігіттер жолықсын деген ой енді, дұрыс қой. Жақсы, ергезегі үштеген, бірақ енді дегенмен өзіңіз көре жатарсыз, уақыт көрсетер. Гаухар ханым. Еңлік сіңілім, қош келдің. Енді алдыңғы сезонда Айбек ағаңмен бірге отырып, Айбек ағаңды енді үйлендіріп жүріп едің. Бұл сезонда енді мен әпкеңді ұзатайын деп келдің ба, жоқ әлде өзің ұзатылайын деп келдің ба? Я, сіздер туысқансыздар ғой, иә? Я, негізінде алыс туысқанбыз. Осы жаққа келген кезде мама айтқан болатын, сендердің әпкелерің болады деген сияқты. Негізінде осы сезонда алдыңғы жол ағама жолымды бердім ғой, осы жылы өзіме уақыт келген сияқты деп ойлаймын, ұзатылатын. Дұрыс. Сандуғаш. Қош келдіңіз, өте әдемі, қыз сұлу екенсіз. Сұрағым, сіз үміткерді сырттан күтесіз ба? Басқаша жол бар ма еді? Жоқ, әлде отырған қатысушылармен таныстық жалғастырасыз ба дегенім ғой. Жарты жігітпен танысып шығыпсыз, сырттан күтетін шығарсыз дегенім ғой. Жарты жігіт дегенде... Нұрдәулет, Сәтдәулет, Алан, бір емес екі рет. Бір емес екі рет дегенде Алан маған 2 рет үміткер болып келген. Нұрдәулетке үміткер болып келген мен өзім болатынмын, және бізде бір рет таныстық болған. Сәтдәулетпен ол саналмайды енді. Неге саналмайды Сәтдәулетпен? Біз алдыңғы маусымда келіскен едік, саналмайды деген сияқты. Сол үшін бұл кісіні санамай қойсақ. Қанша уақыт болды таныстықта болғандарыңызға? 1 апта таныстық біз. 1 апта таныстық болды, иә? 1 апта танысқанда сөйлескенде жоқпыз, бірақ негізі ше. Сонша ұмытқыларыңыз келе ма сол кезде? Екеуіңізді есептегілеріңіз келмейді. Иә, бір травма қалып кетті. Сондайы бар Сәтдәулеттің. Диас. Енді Балауса ханым, наяқта Алланы түсінбей отырмыз, сразу бүйтіп баса көктеп кіріп жатыр ғой. Саған мен сияқты жігіттер жарасатын сияқты деген сияқты ше. Енді Еңлік қош келдіңіз. Еңлікке қарап отырып, қызыл киген көйлегің тұр ғой оттай басылып, танысуға тұрмын мен де асығып, құлағыңа тағып алған жүректей сырғаңа қалайын ба екі қолмен асылып деп. Жоқ, енді әзіл ғой Балауса. Осыны ойлап отырдыңыз ба жаңадан бері? Талаптарын біліп алсақ дегенім ғой, танысуға асығып тұрмын деген сияқты. Жасыңыз нешеде еді сіздің? Жасым 21-де. 21-де. Жоқ, мына жерде айта салайыншы, мына жерде сендер негізі жобадан кейін тоқташы бір мен. Мен жоқпын, просто танысып, талаптарын біліп алым деген. Дұрыс қой, енді жобадан кейін сендер үйге қайтып жатсыңдар ма жалпы? Негізі бір қыз көрмегенде бәрің бас салып негізінде. Бұл кісі өзінің үміткерін күтуге келген, да? Жоқ, не әңгіме бұл енді? Абылайханның айтқаны қызық екен. Жоқ, бұл кісілер айтамын да, бір қыз көрмегенде осы жерде бір кетпей, осы 4 бұрыштың ішінде отқан қысап отырдым, мына жер қыз көрмегенде бәрден келе салып, жаңағыдай бас салып, жаңағы Алаңның айтып жатқаны, кімнің айтып жатқаны. Енді қыз бірден ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйтіп қызды күтіп алған. Қалай дұрыс болады айтыңызшы сіз? Қалай күтіп алу керек? Қыз бала енді өзінің үміткерін күтуге келіп отыр ғой негізінде. Кім Абылай сен айтпай ақ қой ол нәрсені. Мен үміткерім бар, мен өйтіп сендер сияқты жабайылымды көрсетпеймін. Балсахан. Келген үміткерге өзің басын тығып айт. Не болды жігіттер? Балсахан, мен Абылай түсінбей тұрмын да. Келген енді осы жаққа қонақ болып келеді қыздар, бұрынғы қатысушылар. Каждый келген қызды үйіне тасып жүрген жігіттердің бірі сен ретінде бұл сөзді Диасқа айтудың мүлдем қатысы жоқ сияқты. Одан кейін Балсахан алдында Алан кірді ғой, осы жаңа қатысушы болып, қара киіммен жұмбақ адам болып. Мен ойлаймын, Аланға емес, лучше осы Еңлікке сол киімді кигізіп кіргізу керек еді бір. Осындай әдемі қыз келіп отыр, солай бір
ерекше кіру керек еді деп ойлаймын менше. Онда балаусаға емес, мен ұрат деп тұрмын мынау. Мен сонда мен қайдем келмеген. Тимур. Жоқ, енді бұл ондай бір андай эффект бере алмады да бізге. Біз енді кез келген адам жаңағыдай бір қара киімге андай жұмбақ болып келгеннен кейін біз андай эффектный адамды күтеміз ғой енді. Негізі қыз деген сияқты. Но бірақ бұл жерде еңлік қазір жарқырап, эффектная болып келіп тұрмайды. Мен ойымша солай балауса ханым. Мен ойымша сол киімді еңлікке кигіздіріп, осы жерде бір жұмбақ адам қылып шығару керек пе еді деп ойлап қалдым. Осы жерде балауса ханым айта салайыншы. Тимас шекеңе не болған жерге? Сосын мынау жаңағы айтып жатыр ғой, жігіттер жаңағы қыздарды апарып тастап жатыр дегенде мені каждый келгенде. Сен оны қаяқтан шығарып жатсың? Кім, Абылай, сен если сол нәрселерді каждый тасып жүрген адамдардың да историяны салмасан, біз оны нәрсені білмейтін едік. Қайдан шығарып жатсың? Біз жаңа қатысушыны кімді апарды? Болды, осы жерден осы теманы жауыз. Қоя қояйық, енді мен ойлаймын, Диастың айтып жатқаны жалпы танысайық, әлі де білейік. Талаптарына тағы да алып қосарыңыз бар ма деп еңлік айта кетсеңіз. Талаптарыма алып қосарым бар. Жаңа айтып жатырмын ғой, енді жасы кіші деп, мен жасы кіші дегенім ол жаңағыдай бір оқу оқитын, ондай жағынан айтып жатқан жоқпын. Қазіргі таңда жасы кішкентай болса да еңбектеніп, жұмысы бар, тұрақты кішкене өзінің аяғына нық тұрған жігіттер де бар ғой. Себебі енді мен өзімді айта аламын, аяғыма нық тұрғанмын деп, сондықтан да менің ер азаматым менен ниже тұрмау керек деп мен ойлаймын. Сондықтан да кәдімгідей тұрақты жұмысы бар, жаңағыдай астында көлігі бар болса да негізі жақсы болар еді деп ойлаймын. Тұрмысқа шыққаннан кейін, например, менде бірінші тұратын талап ол ер азаматтың өзінің жаңағы бір басында баспанасы болу керек. Себебі ол ата-анасының қолына қарап отқан бала, ертең менің семьямды, ол менің семьям деген ол өзіміздің семьямыз, жаңағы менен туған балалар деген сияқты оларды асырауға күші жетеді деп мен ойламаймын. Сондықтан да нақты аяғына нық тұрған сондай бір ер азамат келсе деп ойлаймын. Балсахан, сұрақ қойып кетсем бола ма? Қош келдіңіз, еңлік. Негізі жаңа жерде айтып жатыр ғой, Абылайды ше, Абылайға енді сіздер не үшін таңғаласыздар деймін да. Енді өтпей қалған товар құсап, ана өзін со скидкой предлагать етеді, сол сияқты әр келген қызға предлагать ете береді, ол нормально. Одан кейін мына жерде қарап отырсам, енді гештальттардың жиынтығы болып қалыпты, мына жерде барлық гештальттар жиналып, жаңа басында байқаған болсаңыздар, Садәулет настроением жоқ, көңіл күйім жоқ деп отырған еді, осы жерде қазір бір көңіл күйі көтеріліп, шапалақ қайта ұрып құлағымды жарып жатыр да мына Бірақ өкінішке орай ар жақта отырған кейбір жандардың настроениесі түсіп кетті негізі ше. Соған енді еңлік сізге сұрағым, сізде жабылмай қалған гештальт бар ма, сол нәрсені қайтадан отрабатывать етесіз ба деген ғой алдағы уақытта. Жабылмай қалған гештальтым жалпы жобамен санаған кезде ол әрине бар. Ол осы жерден ұзатылып кету деген сияқты ғой. Әр келген қыздың сондай бір арманмен келеді деп ойлаймын. Мына жаққа жайдан жай жігітпен жүріп көру үшін келмейміз, біз тұрмысқа шығу үшін келеміз. Сондықтан да дәл сол 2 жылдан бері жабылмай қалған гештальтымды осы жылы жапсам ба деп келіп отырмын. Жоқ, мен айтайын деп жатқаным, осы жерде сіз таныстықта болдыңыз жігіттермен. Мүмкін сол жігіттердің арасында біреуімен гештальттар жабылмай қалған шығар. Мүмкін соны қайта жабу үшін келген шығар, сол кісілер осы жерде отырғаннан кейін деген ол. Менде негізінде танысып көрген ешбір жігітке сезім болмаған бұл жерде. Сондықтан да ол жігіттерді гештальт ретінде санамаймын. Мен бір видео салам ау тағы да, я? Не болды сізге, Шолпан ханым, келе салып, енді қызғаныш деп отырсыз, андай гештальт деп отырсыз, мен мүлде түсінбедім сізді. Шынымды айтсақ, енді еңлік өте дұрыс айтады, гештальт деген нәрсе шын мәнінде әрқайсымыз жобаның жалпы мақсаты осы жерден үйленіп кету. Еңлікке ешқандай бір жаман, біз ұрсып, біз ондай қырылып кеткен жоқпыз. Қайта, наоборот, сол арқылы, біз тоқтау арқылы, наоборот, бір-бірімізді жақсы сыйлап кеттік деп айта аламын. Балсахан, мен мына жерде Садәулетке айтқым келді. Садәулет, енді сен Ханзада болған шығарсың, енді бірақ мен үшін сен Ханзада емессің, мен үшін принц на белом коне емессің да. Сол үшін өзіңді олай жоғары санап тағы бір видео түсіретін шығармыз деп айтпай ақ қой. Мен уже очередьте басқа бір Ханзаданы таңдап қойғам, сонымен видео болайын деп жатыр. Так что рахмет саған. Ол кім? Біз білмейтін Ханзада бар ма? Иә. Қайда? Енді осы жерде арамызда отқан бір Ханзадамен келесі. Оның барлығы жай ғана контент қой, оны қатты жүрекке қабылдау керек емес деп айтқым келеді да. Садәулет жүрекке қабылдап жүр, иә? Қабылдап отқан сияқты да. Солай болып тұр. Садәулет. Мен ақ не болып кетті Баласахан бұл. Тез-тез кесеген өз үміткерім келіп, сәл бақытты болып кетіп қалу керек болады. Садәулетті құтқарыңыз, келетін үміткер. Сөйтіңіздерші, мынау болмады мынау. Жақсы, енді кім? Диас? Енді Баласахан танысып отырмыз ғой. Көлігі болсын деді, баспанасы болсын деді, аяққа нық тұрсын деді, жасы менен кіші болсын деді. 1-2 жас келсет деді. Енді барлығы маған келіп тұр екен. Келе сала бір полы болады, неге келе сала енді шабыт беріп жатқан қыз тағы бір көре берген сайын
бір кітап жазып жіберетін сияқтымын деп қоямын. Музаңыз бола ма? Әлде асығыстық? Муза дейтін сөз пока айтпай тұрады. Жақсы. Диас, бұл жерде еңлік аяғынан нық тұрған ер адам деп жатыр. Бала деген жоқ та бұл жерде. Ой, Тимур, саған қарағанда менің аяғым нық қой. Саған қарағанда кішкене ой-өрісін дамыған. Дұрыс, айтуын дұрыс, просто әзіл ретінде мен саған просто айтып қалатқанымда. Енді бұған келген үміткерлердің бәрі қайтаратын кезде әлі іс-қимылдарын, сөйлегендерін әлі бала екен дейді да. Соған ғана мен айтып жатырмын. Негізі Диасты түсіру мақсатында емес, сол мақсаттан айтып болды. Еңлік, енді сұрайын дегенім, сізде мысалы алдағы уақытта жасы үлкен болса да ер азамат келуі мүмкін, немесе сізбен құрдас, кіші, білмеймін. Бірақ бұрынғы өміріне байланысты талаптар бар ма? Иә. Соны нақтылай кетейін. Мен өзім енді әлі тұрмыста болмағаннан кейін маған бұрын соңды үйленбеген, ажыраспаған, баласы жоқ, прошлый таза деп айтылады ғой, негізі сондай ер азамат негізінде керек. Ал бірақ мысалы ажырасқан болса да, бірақ баласы жоқ болса? Негізінде мен үшін де, ата-анам үшін де ол нәрсені қабылдау қиын болады. Сондықтан да барынша енді прошлый жоқ болса екен деймін. Иә, ол сіздің талабыңыз, қысылмай айта берсеңіз болады. Тағы да сұрақ қояйын деп отырған қыз жігіттер. Кім? Аблайхан? Жоқ, мен жаңа шолпан түсінбей қалдым. Өзімді неге өтпей қалған товар құсап пихать етіп отырсың дейді. Мен сен түсінбей қалдың ғой, мен жалпы. Мен пихать етіп отқан жоқ, мен наоборот балаларды айтып отырмын пихать етіп отқан өздерін. Сол шолпанда қалып кетті, жыным ұстап отырды шолпанға. Жалпы кімге? Не істегенді? Жоқ, еш нәрсе істемей қойыңыз, просто өз арамыздағы диалог қой. Баласа ханым, негізі мен айта кетейінші, осы жерде анашыма сәлем. Мен анашым Аблайды өте қатты жақсы көреді да. Кеше де үйге барсам айтып жатыр да, неге сен Аблайға тиісе бересің дейді да. Аблай сені қорғап өледі осы жерде. Вообще Аблайға қарай қарсы сөйлеме дейді да. Мен просто Аблайды жақсы көргендіктен досым ретінде осылай тиісіп ойнап айтатыным бар. Нұрсұлтан. Иә, Еңлік, сәлем, қош келдің. Енді жана айтып жатыр ғой, мен мына жақта бір жігітке сезімім ашылмаған вообще бұл жобада деп. Енді біле білсеңіздер, Д мырзамен бұл кісіде бір үлкен роман болғанда, махаббат хикаясы болған. Сол кісімен қалай аяқталды, не болды, қазіргі таңда хабардарсыздар ма деген сондай бір сұрақ. Негізі сезім болмады деп, мына жақта отқан ер азаматтар деп айтып кетті ғой, танысқан, барлығымен танысып шыққансың деп соларды айтып жатырмын. Ол кісімен бір роман болды деп негізі айтамаймын мен. Бізде бір 2 апталық қана негіз таныстық болған. Жобаның ішінде санаған кезде бізде 2 апта жобаның ішінде таныстық болды. Сырттағылар енді болмаған нәрсе болмайды ғой. Бірақ қазіргі таңда хабарда бармыз, иә, ондай бір сезім мәселесі бойынша емес, енді дос боп жақсы арақатынаста қалдық. Жоқ, просто мен білуімше, Еңлікте бір ұлы сезім болғанда ол кісіге қарай, ол кісінің тарапынан да бір ұлы сезім болған. Одан кейін тоқтағаннан кейін бір достық тарапта араласу бір мүмкін емес деп ойлаймын мен, Балауса ханым. Себебі жазған кезде по-любому андай внутри бабочки дейді ғой, сондай бір ұшып кететін сияқты негізі. Сол болашақта келіп қалып жатса, егер сол әңгіме шығып қалып жатса, қалай қарайсыз? Келіп қалып жатса, ол бөлек әңгіме. Ал жоқ, жалпы енді солай айтып жатсың ғой, үміткер кім келсе де біз енді қабылдаймыз ғой. Сол үшін, ал қазіргі таңда сен айтып жатқан бабочки деген нәрсе менде мүлдем жоқ, ол кісіде де жоқ екеніне сенімдімін. Біз енді білмеймін, мен сондай адаммын, мен Садәулетпен қалай сөйлесем, ол кісімен де солай сөйлесем деген сияқты барлығымыз дос ретінде жақсы араласа береміз қазіргі таңда. Мейлі. Айжан. Еңлік, қош келдіңіз. Ну не енді сезім жағын потом шешіп аламыз, отырады ғой енді арамызда. Негізі мен сұрағым Балауса ханым, ойлаймын да, неге ескі қатысушылар қайта-қайта келе береді. Бір болған жоқ, 2 болған жоқ, қайта-қайта келіп, мүмкін статистикаңыз түсіп кетті, сол себептен келіп отырсыз ба? Нақты не себеппен келіп отырсыз деп жатыр, жауап берерсіз. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз.